Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Тұрмысқа шықпаған, ақылына көркі сай, өте сұлу қыз медреседе білім береді. Bir күні әріптестері одан не үшін осындай сұлу қыз тәрбиелі бола тұра тұрмыс құрмай жүргенін сұрайды. Жауап ретінде ұстаз қыз мына оқиғаны баяндайды. Баяғыда бір әйелдің 5 қызы болған екен. 6-шысына аяғы ауыр кезде жолдасы егер тағы қыз тусаң көзін құртамын деген екен. Уақыт келіп әйел тағы қыз босанады. Күйеуі қызды алып таң намазында мешіттің есік алдына қояды. Түн бата құптан намаздан соң қараса, қызды ешкім алмаған соң қайтадан үйіне әкеледі. Дәл осылай бір апта жалғасады. Нәтиже болмаған соң қызды өздеріне қалдырады. Анасы қатты қуанады. 1 жыл өткен соң анасының аяғы ауырлап, бұл жолы ұл босанады. Ұл босанған кезде үлкен қызы қайтыс болады. Осылай жүріп тағы 4 рет көтеріп ұлды болады. Әр ұл туған сайын бір қыз қайтып отырады. Тек 6-шы қыз ғана тірі қалады. Ал сіздер білесіздер ме, сол 6-шы қыздың кім екенін? Деп сұрайды ұстаз. Ол менің тұрмысқа шықпай жүрген себебім, күнде әкеме қарап қамқор болып жүрмін. Ал менің бауырларым 1 айда бір келіп, кейбіреулері 2-3 айда бір келіп тұрады. Ал әкем күнде өкініштен жылап отырады, маған істеген ісі үшін, дейді. Мінекей достар, видеомыздың соңына да келдік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.